Кімге балмұздақ жеуге болмайды? Балмұздақты қай уақытта жеу керек екенін біле жүріңіздер. Балмұздақ кез келген жастағы адамның сүйікті асы. Одан бас тарту мүмкін емес. Тіпті жыл бойы балмұздақ жейтін адамдар бар. Оның бірі шоколадты, енді бірі сүтті, кейінгісі жемісті түрлерін таңдайды. Қайсысын болса да адам ағзасы үшін пайдалы және зиян екенін де ескеріңіз. Ендеше балмұздақты кімге жеуге болмайтынын бірге білейік. Балмұздақтың құрамында не бар? Өздеріңіз білетіндей, балмұздақ сүттен немесе кілегейден жасалады. Оған қант, су және қоюлатқыш қосылады. Бәрін бір ыдысқа салып, жақсылап араластырасыз. Сосын мұздатқышқа салады. Тәбетіңізге қарай шоколад, карамель, жеміс-жидек, жаңғақ қосуға болады. Балмұздақтың пайдасы. Балмұздақ сергіткіш десерт. Егер артығымен жесеңіз, денсаулығыңызға айтарлықтай зиян болады. Десе де, балмұздақ басқа тағамдар секілді түрлі дәрумен мен минералға және зиянды заттарға бай. Нақтырақ айтқанда, балмұздақ сүтті азық. Оның құрамы адам ағзасы үшін пайдалы элементке бай. Қимыл тірек аппаратының жұмысын жақсартып, нығайтатын кальций элементін кездестіруге болады. Одан бөлек, жүрек қан тамыр жүйесінің жұмысын жақсартуға ықпал ететін магний мен калий элементін аласыз. Оған қоса, адам ағзасын А, С, Е дәрумендермен байтады. Стресспен күреседі. Балмұздақ жүйкені тынықтыратын ең керемет дәрі. Басқа тәттілер сияқты, балмұздақта эндорфин бөледі. Жүйке жүйесіне әсер етіп, жүрегіңізге тыныштық сыйлайды. Ас қорыту жолдарын жақсартады. Жемісті балмұздақ жасындыққа бай. Ал бұл зат асқазан мен ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартатын күшке ие. Ал йогуртты балмұздақ ішектің жұмысын реттейді, артық салмақтан арылтады. Құрамында ешқандай бояу мен қоспалар жоқ балмұздақ адам ағзасы үшін өте пайдалы. Балмұздақты енді мына адамдарға жеуге болмайды. Семіздікке бейім болсаңыз, гастритпен немесе панкреатитпен ауыратындарға, қант диабетімен ауыратындарға, холестерин деңгейі жоғарыларға, гипертониктерге балмұздақ жеуге болмайды. Денсаулығыңыз мықты болсын.